отау болып шықтық, тәуелсіздік алдық. Сондықтан осы тәуелсіздік отауымызды сақтау үшін, оны даму үшін, өсу үшін, содан кейін барып, содан кейінгі элементтердің барлығы біздің тарихымыз, дәстүріміз, біздің неміз, түсінігіміз осы ел таңбада жатыр. Сондықтан сол нәрсені екінші, егер біз атты мүйіздаттар жоқ қой, неге мүйіздаттарды аламыз деді ауыр. Біздің мүйіздаттар біздің даламызда жылқы киіктеген аң болған, киелі аң болған, қасиетті аң болған. Мына неде Ботай мәдениетіндегі біздің дүние жүзі бойынша жылқы бас білдірген қазақтар бар, қазақ халқы. Сондықтан сол бас білдіріп, жер шарында дүние жүзіне жаңа цивилизацияда келген қазақтар деп ойлаймын. Сондықтан біздің аттарымыз туған себебі содан. Содан енді сақтардың зверин стиль деген несі бар, омыртқалар бар, кереметтей. Сол омыртқаның айналасына біздің ата-бабаларымыз да, кейінгі осы қалыптасқан мемлекетімізде, оның несі тарихы сол омыртқаның айналасында қалыптасқан. Оның ішінде белес-белестерден тұрып, сондықтан жаңағы ала отырып, негізге ала отырып, соның сақталуы, дамуы, соны қорғауы, сондай нәрсе тұрмыз. Сондықтан мына дедегі дауысқа салған кезде астына қошқар мүйіз бар ма? Қошқар мүйіз дегенде мен үшін ең қиыны бір жағынан сол болды, өйткені түсіндім, баран деп айтады. Шынында да сөйтіп баран, зачем нам бараны, что ли бараны, зачем нам это бараны деген сөйтіп жүріп, қиналып мен дүние жүзіндегі гербтерді кейбірін қарасам, Африкада крокодилі бар, біреулерде Австралияда қояндары бар, кенгурулары бар. Мен күнде қойын басын жеймін, мысалы күннің басын жеймін. Осы неге соны құрметтемейміз? Ол әңгіме онда емес. Әңгіме қазақ халқы малмен, мал жанамы ба дейді ғой, мен соны әлеуметтік жағдайын шешу үшін малды айтады. Бір, екінші реттен біздің ой-өрнектеріміз, біздің ұлы дала мәдениетінің ең көрнекті, прикладной искусство дейді, қолданбалы мәдениетіміздің ең көрнекті үлгісі. Мәдениетіміздің ойлардан шығу тегі біздің қошқар мүйізде тұр. Көрдіңіз ба? Сосын қошқар мүйізді, тек қошқар мүйізді, шығыстағы, батыстағы, оңтүстік Қазақстанда мүйіздер әрқайсы әртүрлі. Соған қарап әртүрлі біздің ой-өрнектерін қалыптасқан. Сондықтан ой-өрнектер арқылы қазақ халқы бір-бірін тіл табысып сөйлесіп отырған деп соның елі кірді. Сосын үшіншісі, қазақтар айтады, босаған берік болсын дейді. Соны босаға тұрған нәрсін берік болып тұру үшін кейін мен не жасадым, стандартының металломағыз жасаған кезде, одан сайын жаңағы өткеннен кейін соны қайтадан үлкейтіп, бірақ сол қошқар емес, соны қалдырдым. Сондықтан осындай нәрселерді кейін тағы көптер нәрсе болды, өттік қайтып